сабағымыз аяқталды. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Жақсы, сізге де рахмет. Яна ханым, сіз бүгін сабақта өте белсенді болдыңыз. Сізге бүгін қазақ тілі сабағы ұнады ма? Әрине. Мен қазақ тілін жақсы көремін. Олай болса, Яна ханым, сіз бүгінгі сабақта не үйрендіңіз қазақ тілінен? Бүгін сабақта отбасы тақырыбын түсіндім. Келесі менің сізге қоятын сұрағым, қазақ тілін сіз не үшін оқып жүрсіз? Сізге қазақ тілі не үшін керек? Маған керек, себебі мен өзім үшін оқимын. Керемет. Яна ханым, сіз тағы да қазақ тілінен басқа немен айналысасыз? Осы орталықта кім болып жұмыс істейсіз? Мен қазақ тілінен басқа ағылшын тілінен сабақ беремін. Мен бос уақытымда отбасымен саяхаттаймын. Мен киноға отбасымен барамын. Бұл менің жұмыс орным. Көріңіз. Мен осы жерде ағылшын тілінен сабақ беремін. Олай болса, бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Яна ханым, сізге алғысымызды білдіреміз. Онымен қоса, өзіңіздің тілегіңіз болса, айта кетсеңіз. Мен денсаулық, байлық, бақыт тілеймін. Рахмет. Сізге де әрине деніңіз сау болсын дейміз. Жұмысыңыз тек өрлей берсін. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет сізге.